Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Кезекті дәрісімізді бастаймыз. Тақырыбымыз коммуникациялық байланысты дамыту. Соңғы жылдарда нарықтық өзгерістерге байланысты Қазақстан Республикасының ынтымақтастық байланыс телефондары арқылы аудиториямен және жеке құрамда жұмыс жасайды. Қазақстанда коммуникациялық түбегейлі өзгеріске ұшырады. Яғни бұл әкімшілік, әміршілдік жүйеден ел нарықтық қатынастарға күрт көшті. Қызметті тиімді ұйымдастыру. Бұл ұйым жұмыстарына нақты позитивті нәтиже берді. Яғни біріншіден бұл іс жүзінде қол жеткізуге болатын мақсатты тұжырымдау, яғни бұдан кейін оны әрбір бөлімшеге сәйкес қосалқы мақсаттарға нақтылау. Екіншіден жұмыстың негізгі түрлерін реттейтін егжей-тегжейлі жоспарлау мен бөлімшелердің нормативтері іске асырылды. Үшіншіден тиімді коммуникативтік жүйелер ұйымның дұрыс таңдалған түрінің қалыптасуы мен дамуына ықпал етеді. Төртінші жағдайда ұйымдастырушылық бақылау, яғни әділеттілікпен, ол түсініктілікпен сипатталынып отырады. Жалпы тиімділікті арттыру жүйелерінің ішкі коммуникациялары, яғни бұл бірінші жағдайда ақпараттық, яғни бұқаралық ақпарат құралдары жатқызыламыз, хабарламалар, хабарландыру тақталары, ішкі сайттар және әлеуметтік парақшалар. Яғни бұл дегеніміз ақпараттық, бұл бұқаралық ақпарат құралдары, дәстүрлі телерадио байланыс құралдарын жатқызуымызға болады. Яғни хабарламалар, арнайы хабарлама жіберілген, хабарлама тақталарында ілген ақпараттардың көздерін біз ақпараттық тиімді жүйелерінің коммуникациялық байланысы ретінде жатқыза аламыз. Ішкі сайттарды орналастыру, яғни ақпараттарды ішкі сайттарға орналастырудың негізгі жүйесі бұл тиімділікті арттырады екен. Және де біздегі қазіргі әлеуметтік парақшалар, бұл Instagram, Facebook және басқа да әлеуметтік парақшаларды бұл біздің ақпараттық жүйелердің ішкі коммуникациялық байланысын тиімді ететін құралдар болып табылады екен. Екінші, бұл аналитикалық. Яғни аналитикалық бұл сауалнама жүргізу. Фокус-топ және почта арқылы. Бұл жерде аналитикалық негізде бұл сауалнама жүргізу. Яғни сауалнама әрбір аудиторияның өзінің негізгі фокус-тобын анықтау арқылы біз өзіміз алдын ала сұрақтарды дайындаймыз. Яғни фокус-тобын анықтау арқылы біз белгілі бір сұрақтарын, яғни почта арқылы жіберуімізге де болады, және де сұрақ-жауап арқылы іске асыруымызға болады екен. Үшінші жағдайда бұл коммуникативті, яғни коммуникативті бұл корпоративтік іс-шаралар, кәсіптер бойынша жарыс, корпоративтік тренингтер және корпоративтік оқыту. Яғни бұл жерде корпоративтік іс-шаралар. Біз арнайы коммуникациялық ішкі байланысты арттыру үшін корпоративтік іс-шараларды, арнайы іс-шаралар бағдарламаларды ұйымдастыру арқылы біз коммуникативтік тиімділікті арттырады екенбіз. Яғни кәсіптер бойынша жарыс, арнайы бағдарлама аясында топтар арасындағы осы коммуникациялық байланыстың негізгі нәтижесін арттыру үшін біз топтар арасында жарыстар өткізуіміз болады. Арнайы тренингтер өткізу және де оқыту. Бұл біздің тиімділікті арттыру жүйелеріндегі негізгі коммуникациялық байланыстың тиімді ететін құралдар болып табылады екен. Төртінші жағдайда ұйымдастырушылық. Бұл әзірлеу және енгізу, яғни корпоративтік стандарттар. Яғни басшылықтың сөйлеген сөздері, кеңестері, жиналыстары, бұның барлығы жалпы айтқанда бұл ұйымдастырушылық іс-шаралардың негізгі кешені болып табылады екен. Бұл аталғандардың барлығы негізгі тиімділікті арттырудың негізгі жүйелеріне жатқызуымызға болады. Жалпы коммуникациялық менеджмент бұл жүзеге асырылатын арнайы менеджменттің дербес ақпараттың түрі. Яғни білімді және зияткерлік меншікті алмасу, заңдылықтарын білу мен қолдануды қалыптастыру болып табылады екен. Қазақстандық тәжірибеде осы уақытқа дейін бәсекеге қабілеттілік фактор ретінде коммуникацияға тиісті көңіл бөлінбеді. Өйткені біздің елімізде басқарудағы коммуникациялардың пайда болуы қалыптасу жақында болған жоқ. Қазақстанда коммуникациялық түбегейлі өзгеріске ұшырады. Яғни бұл әкімшілік, әміршілдік жүйеден ел нарықтық қатынастарға көшті. Егер бұрын басшылықтан бағыныстыларға бұйрық бойынша болатын болған жағдайда, қазір бұл өзгерді. Яғни қазіргі кезде бастамашылық құпталды. Яғни жалпы ұжымдық жиналыстарды өткізіледі.
Онда компанияның даму мәселелері талқыланады, бағынышылардың өтініштері, ұсыныстары тыңдалады. Ол моральдық, материалдық көтермелеуге әбден мүмкіндік болады екен. Қазақстандық менеджерлер өз тәжірибесінде табысты коммуникациялар бөледі. Яғни, бірінші жағдайда қарым-қатынас жасамас бұрын идеяларды анықтау, екінші шынайы мақсат коммуникацияларға талдау жасау, үшінші физикалық және адами қоршаған орта кезінде кез келген коммуникацияларға яғни талдау жасайды екен. Қазіргі кезеңде коммуникация мәселелерін зерттеуде үш тәсілді бөліп көрсетуге болады. Бірінші, зерттеуге коммуникациялардың ішінде ұйымдарға көп көңіл бөлінуі. Екінші, маркетинг жүйесінде өнімді жылжытуға қатысты коммуникациялар. Үшінші тәсіл, коммуникация мен кез келген ақпаратпен алмасу арасында күрделі динамикалық жүйелермен және олардың ақпаратты түсінуге жинақтау жүзеге асырылады екен. Назарларыңызға рахмет.